тағы бір сұрақ келді. Үнемі ренжітіп жүретін адамдармен қарым-қатынасты үзу күнә ма? Үнемі ренжітуді әдетке айландырған қадіріңді, мынау Мақбубидің бір жақсы сөзі бар. Сені бағаламаған адамдарға сенің жазаң кету болсын дейді. Сенің қадіріңді білмеген адамға жаза кету болсын дейді. Оның жазасы сенен құтылу. Енді бірақ әрбір нәрсеге бұл жерде қадала бермеу керек, сен бүйткенде бүйттің деп семьялар ыдырап, ағайындар ыдырай бермеу керек. Шама келгенше кешірімді болу керек. Бірақ кешірімнің өзінің бір шекарасы болады. Белгілі бір мөлшері болады. Қалай болғанда да сені аяққа таптап, сені адам орнына көрмей, малай көріп, қызметші көріп, сені бір бағаңды сондай адам қасиетінен төмен түсіріп жібергендер бар. Жаңа айттық қой, әулетте көбінесе жиі кездеседі. Ақша табатын болады, бір семьяда біреу ақылды болады, ақылды. Соның бәрі дәулет соған жығылып, ол ақша өмір бойы таба бермейді, бір күні құлайды, бір күні банкрот болады, бір күні ұсталады, бір күні қылмыс болады, бір нәрсе болады әйтеуір. Сол кезде жаңағы бәрі ұмытып кетіп, мынаған ауысып кетеді. Еки болмаса сол кезде қандай болады оның күйі? Сол үшін айтпақ болғаным, мына әділеттікті, теңдікті дұрыс қоюымыз керек. Ал енді бағаңызды бермесе, қадіріңізге жетпесе, онда ойланып көріп, ешкімге тәуелді емес, әркім өз арбасын, өз басын өзі сүйрей алады да.